Сәлем достар, бүгін мен сіздерге егов мобайл арқылы жаңа әлеуметтік көмекке қалай өтініш тастаймыз, сол туралы көрсетпекшімін. егов мобайл приложениесіне бірінші тіркеліп аласыз және оның ең бірінші бетінде госуслуги бөліміне барамыз. Осы жерде специальные услуги бөліміне барамыз және ең бірінші тұрған назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов. Өтінішті кімнің атынан таңдайсыз, соны таңдайсыз. Сіздің номеріңіз тұрады. На себя болса, өзіңізге болса, на ребенка и на опекаемый. На себя дегенге таңдаймыз. Және осы жерде қандай категорияға жатасыз, соны таңдайсыз. Бұл жерде сахармен ауыратын болсаңыз, немесе туберкулезбен ауыратын болсаңыз, өз-өзіңізге қызмет көрсете алмайтын, жалғыз қалған жетім болсаңыз, өз-өзіне жалғыз қалған зейнеткер болсаңыз, және доходыңыз өзіңіздің күнкөріс шегінен жетпейтін болса, жұмыссыз болсаңыз, керек саланы таңдайсыз. Біз жұмыссыздар міне соңғы социальные помощи, связи, наличие средней душевных дохода дегенді таңдаймыз. Егер жұмыссыз болсаңыз, көпбалалы болсаңыз, айлық табысыңыз жетпейтін болса. Және осы жерде өзіңіздің балаңыздың состав семьяңыздың шығады спискі. Егер толықтыратын болсаңыз, добавить деп иін жазсаңыз толығады. Тип дохода дегенге зарплата алатын болсаңыз, зарплата, жұмыссыз болсаңыз, жұмыссыз, сумма дохода, пособияңыз қанша аласыз, соны жазасыз, қосымша табыстар жазасыз, және выберите файл дегенге егер жұмыстан болса, жұмысыңыздың справка доходы саласыз, жұмыссыз болсаңыз, жұмыссыздық справкаңызды алдын ала дайындап алып саласыз. Және продолжить деп басасыз. Банк, егер сіз бұрын қандай банкте шотыңыз бар, соны таңдайсыз. Каспи болса, егер одан социальный шотыңыз ашылған болса, алдын ала, онда біріншісін таңдайсыз да қол қоясыз. И ары қарай жібересіз. Қол қойғаннан кейін жерде шотыңыз шығады сіздің. И нормально болып базадан дұрыс таңдалса, ары қарай тағы да перейти к подписанию деп соңғы қадамға келесіз. Яғни соңғы қадам өзіңіздің 4 сандық кодыңыз бар ғой, сонымен қол қойып жібересіз. Және жауабы 8 жұмыс күнінде келетін болады.